Қызылорда қаласының нөмір 2 сотының сот залында жеке айыпталушылар Қасымбай және Бостановтың қылмыстық ісі бойынша жеке айыптаушы Баймағамбетов Мұратбай Алиевичтің төрағалық етуші судья Сайдуллаевқа білдірген қарсылық қаралатынын хабарлаймын. Сот отырысы аудио бейне жазбаға басылатынын хабарлаймын. Сот отырысын ашық деп жариялаймын. Сот отырысының сот қатысушылар баяндаңыз. Сот отырысына жеке айыптаушы Баймағамбет және оның өкілі Абишев, жеке айыптаушылар Қасымбай және Бостанов, оның қорғаушы адвокат Ибрагимова қатысып отыр. Ана кім? Баймағамбеттің өкілі ме? Қатысып отырған? Абишев. Баймағамбеттің өкілі. Баймағамбетов Мұратбай Алиевичтің тарапынан қарсылық білдіру мәлімделінген, яғни төрағалық етуші Сайдуллаевқа. Ана микрофонға жақындаңыздар, қарсылығыңызды мәлімдесеңіз. Құрметті сот, төрағалық етуші, Қазақстан Республикасының қылмыстық процесс кодексінің 87 бабының 1 бөлігінің 6 тармағында негізіне сотқа төрағалық етуші судья Сайдуллаевқа қарсылық таныту туралы. Қазақстан Республикасының қылмыстық процесстік кодексінің 87 бабының 1 бөлігінің 6 тармағында егерде судья осы іске жеке тікелей немесе жанама түрде мүдделі деп санауға негіз болатын өзге де мән-жайлар болса, істі қарауға қатыса алмайды деп көзделген. Осы процесстік нормаға сай сотқа төрағалық етуші судья Сайдуллаевқа қарсылық таныту, яғни мүдделі деп санауға, сатылап кетті айтуға, ойлануға Қазақстан Республикасы қылмыстық процесстік кодексінің судьяның сот басталған деңгейінде әрекетті санамалап көрсеткен 409 бабының 4 бөлігінде сот отырысында тағайындау үшін негіз болған ретте судья шағым сотқа келіп түскен күннен бастап 7 тәулікке дейін мерзімде өзіне қатысты шағым берілген тұлғамен шақырылуға, оны іс материалдарымен таныстыруға, берілген шағымның көшірмесін табыстап етуге сотталушының сот отырысына дейінгі кодекстің 65 бабының көзделген құқықтарымен түсіндіруге міндетті. Ол туралы одан қолхат алады. Судья жекеше айыптаушыдан және сотталушыдан олар сотқа шақырылатын куәлардың тізімін беруін талап етеді. Өзіне қатысты шағым берілген адам сотқа келмеген жағдайда шағымды көшірмесін сотталушының құқықтарымен сондай-ақ қорғалған кінәлі тізімдерді сотқа ұсыну қажетті түсіндірмелерді пошта немесе басқа құралдар пайдаланып отырып жіберіледі деп көрсетілген. Процесстік нормаға өрескел бұзу, яғни менің күдігім қай тараптан маған ұсыныс, яғни пара берейін деді ма түседі деп күтті деп ойлауға толық негіз бар деп санаймын. Себебі сол судьяның келесі сайлауында менің халық сайламай қояды деп ойлауға ешқандай негіз жоқ. Бұл Қазақстан Республикасы Конституциясының 3 бабының 4 тармағында төрағалық көрсетілген. Біз судьяларды сайлауымыз керек. Қазіргі таңда біз судьяларды сайламаймыз, атқарушы биліктер тағайындап отыр. Оны да еске алуға болады. Сондай-ақ судьяның халықтың алдында беделі үшін әрекет жасап қалып салмай қоюы мүмкін деген қорқыныш қана әділ үкім шығаруға тиісті. Демек судья процесстік заң талаптарын бұзып, әділ шешім шығармайтын деп ойлауға негіз туғындайтын қарсылық танытам. Негізі судья Сайдуллаевқа кет деп айтқан. Себебі бұл жерде 409-дың 4 тармағында қолхат алу керек еді. Қолхат
мына Азаматтан алынғанда Бостановтан алынбаған қолхат жоқ. Мен уже ойлап тұрмын, о кісіден пара алды ма деп, Сайдуллаев. Сол себептен Сайдуллаевтың өрескелі заң бұзуына байланысты оны мен сот процесіне алып салып сұраймын. Қатыстырмауды. Енді өзіңіздің жаңа оқып отқан қарсылығыңызды мәлімдеп отқан қараңызшы енді. Өзіңіз 409 баптың 4-ші бөлігін негізге алып, мысал ретінде келтіріп отырсыз. Яғни, қандай қылмыстық процестік кодексінің заң талабы нақты түрде сақталу керек. Яғни, сіздің өзіңіздің жазған жеке айыптауыңызға сәйкес жеке айыпталушыларға шақыртыла отырып, қылмыстық процестік кодекстің 65-ші бабының негізінде құқықтар түсіндірілу керек деп отырсыз, солай ма? Иә. Енді сіз айтасыз, мына жерде айтасыз. Жеті күнде алыну керек еді ғой. Заң талабының барлығы сақталмаған деп отырсыз. Сақталмаған. Процестік кодексінің 409 бабының 4-ші бөлігімен жеке айыпталушыларға 65-ші баптың талаптары түсіндірілмеген деп отырсыз. Бірақ сіздің өзіңіздің жазып отырған қарсылығыңыздың аяқ жағында немен тәмамдайсыз, қараңызшы. Яғни сіз мына жерде айтасыз да, күдігімше қай тараптан маған ұсыныс түседі деген күтті деп ойлауға толық негіз бар деп санаймын дейсіз. Енді осы жерде сіз анау заң талаптарының сақталу қажет еді деп көрсетесіз да, бірақ мына жерде сіз ауызша айтасыз. Қолхат алмаған, яғни сіздің пайымыңызша бір айыпталушы, жеке айыпталушыдан қолхат алған, екіншіден алмаған. Солай емес пе? Иә. Сіздің айтып отырған солай ғой. Дұрыс па? Енді мына жерде қараңызшы, енді сіз оны қақтан негізге алып отырсыз, яғни бір сотта бір айыпталушыдан алған, екіншіден алмаған деп қолхат. Мен сол кезде сұрап алғанмын, қарадым. Ол жерде жаңа нелерді алғанда только Азамат қана қолхат қолмен жазған. Екінші тарап жазылмаған, қолхат жоқ. Мен сол себептен бердім ол кісіге. Электронды іспен таныстыңыз ба? Өзіңіз жеке айыптауды өткізгеннен кейін электрондық іспен таныстыңыз ба? Әрбір тіркелген құжаттармен? Барлық құжатпен мен сот барысында ғана таныстым. Маған только ана хабарлама берді, что сот процесі болатын, қаулысын да алдым, болды. Хаттамамен ғана таныстым, болды. Маған берген хаттама, содан кейін айқай шығарып жүр, қаулыны зорға алдық. Қаулыны? Сот өндірісіне қабылдаған туралы қаулысын. Қазір бірмен әлі сөйлеп жатыр ғой, неңіз жеке айыптаушы Баймағамбетов сөйлеп жатыр. Өкілі сіз Абиш пікір білдіргіңіз келіп отыр ма? Қазір міндетті түрде сұралады пікір. Ама жақындатып жүрсің, микрофон жақындатып ма? Так, сізге беріледі сөз, Абиш. Құрметті сот, мына процестік нормада, яғни 409-ның 4-інде түсіндірілді, түсіндірілді деген мәңгі емес. Мәселе ешқандай бұрмалауға мүмкіндік бермейтін, цифрменен көрсеткен, 7 күн шегінде дейін деп көрсеткен. Қашаннан бастап? Шағым сотқа келіп түскен күннен бастап дейді. Яғни шағым сотқа келіп түскеннен бастап, мен екеуінен біреуін көрдім, мерзім өтіп кеткен, 2 күн ба 3 күн өтіп кеткен. Яғни процестік норма бұзылған. 7 күн деген сөз тұр. Дейін деген тұр. Мәселе түсіндірген емес, 7 күн емес, 7,5 күнде түсінсе заңсыз. 8 күнде түсінсе заңсыз. Мәселе заң бұзды деген сөз. Яғни судья заң бұзды. Өзіңіз білесіз, мына процестік норманың кез келген заңын бұзса, ол апелляциятты бұзуға тиіс. Айтайын дегенім, мәселе неге созылды деген сұрақ туады. Себебі судья егер тек қана айлығымен қалғысы келмесе, міндетті түрде созуға тырысады. Неге? Қай тараптан ақша керек деген күтеді. Ол жасырын емес қазір. Түсіндіңіз ба? Кендеше бұл белгілі зат қой, бұл енді конечно күтіп, сөйтіп күдіктенеміз біз. Бұл күдігіміз осында. Яғни осы күдік бізге судьяға кет деп атып беруге тұрғанымыз бар. Мәселе осында. Яғни 7 күннен асып кеткен рас. 1 күн ба, жарты күн ба шаруам жоқ.
Сондықтан да 7 күн ал бұл қалай фиксация болады? 7 күн ішінде оланы қолхатпенен фиксация қылады. Яғни қолхатпенен алынған түсіндірме 7 күннен асып кеткен. Оны түсіндірмеді, кейін 8 күнде берді ғой деп бірдеңені айтуым керек жоқ. Процесс норма бұзылған, яғни созған, яғни судья кінәлі. Яғни судьяны мен осы қазір жемқорлыққа қарсы қоғамдық қордың басшысымын республикалық уақытша. Пенсия шыққанға дейін. Сондықтан міндетті түрде бұны қазір қанағаттанбайсыз білеміз, потому что 25 жылда 4 ақ қанағаттандырған. Мен 25 жылда ішінде судьяға қарсылық қанағаттандырмайсыз білеміз. Бірақ біз бұны сот жюриіне, кеңеске міндетті түрде бәрін жеткіземіз. Сондықтан қазір осы записьті аламыз. Сондықтан ол жаңағы түсіндірме деп сіздің бұрмалауға тырысып атқан түсіндірді ғой. Түсіндірмеді ма? Көрдіңіз ба? Құжаттармен таныстыңыз ба деген сұрақтың бәрінің артында не тұрғанын мен біліп тұрмын. Түсіндірдіні сізге түсіндірілді ма деген сөз болған жоқ. Қателеспеңіз. Өткені факты. Яғни заң бұзды судья. Сондықтан маған сенім білдірген Баймағамбетовтің судьяға қарсылық білдіруі, күдіктенуі, ол созған шығар әдейі, бірден күткен шығар деп күдіктенуі негіз бар. Қарсылықты қанағаттандырыңыз. Қарсылықты қанағаттандырмау жөнінде әлі сізден пікір сұралған жоқ. Сіз ана Баймағамбетовтың айтқан, келтіріп отқан қарсылығына өзіңіздің уәжіңізді қосып жатырсыз. Ол біріншіден, екіншіден сізге түсіндірілді ме, түсіндірілген жоқ па деген сөз айтылған жоқ. Сіз бұлай бұрмаламаңыз. Өзіңіздің келтіріп отқан қарсылығыңызда бұлай жазғансыз. Аяқ жағындағы мәтін осылай жазылған. Дұрыс па деп мен ол кісіден сұрап тұрмын. Іспен таныстыңыз ба деп екінші сұрап тұрмын. Олай бұрмаламаңыз. Қазіргі таңда енді осы қарсылығыңызды қанағаттандыруды сұрайсыз ба, Баймағамбетов? Иә, қанағаттандыру. Яғни сіздің келтіріп отқан уәжіңіз қылмыстық процестік кодексінің 87 бабының 1 бөлігіне сәйкес 1 бөлігінің 6 тармағына. 6 тармағында егер судья мүдделі рет танып, жанама немесе тікелей деп көрсетіп отырсыз, дұрыс қой? Яғни сіздердің келтіріп отқан уәждеріңіздің өзіңіздің өкіліңіздің де сіздің айтқан қарсылығыңызға өзінің қосып отыр. Қылмыстық процестік кодексінің 409 бабының 4 бөлігінің талаптары сақталмаған. Негіз сол. Дұрыс қой? Мен сіз дұрыс түсініп тұрмын ба? Иә, заң талаптары сақталмаған, өрескелі бұзылған деп есептейміз. Өйткені себебі біреуінен алады, қолхат біреуіне алмаған. Қазір болсын, сөйлеп жатыр неңіз, өкіліңіз. Не дейсіз? Қолхат бір кісіден алғанда, екінші кісіден қолхат алынбаған. Болдыңыз ба? Болды. Отыра беріңіз. Тыңдап тұрмын. Құрметті сот, кеңесу бөлмесінде қанағаттандырудан бас тарту туралы да міндетті түрде 7 күн ішінде берген ғой деп, немесе 7 күн асып кеткен ғой деп, осы фактіні көрсетіп сұрайын. То есть 7 күн, именно маған керегі, 7 күннің ішінде берген, немесе 7 күннен асып кеткен. Мен солай сұрақты тұрмын, солай жазған. 7 күннен асып кеткен, яғни процесте көрсетілген 7 күнге дейін норма бұзылған, не бұзылмаған. Осыны айтсаңыз ғана болды. Қалған жауабым жоқ. Так, жеке айыптаушылардың қорғаушы бар ма сіздің пікіріңіз? Ибрагимова деді. Жоқ. Сот құзырлығына қалдырамыз, құрметті сот. Бар ма пікірлеріңіз, бар ма? Жоқ. Так, тараптардың пікірін тыңдап, мұнда сот кеңес бөлмесін. Сол қанағаттандыруыңызды сұраймыз, жаңа 409-ың 4-ін тошыны соны көрсетіп беріңіздер. Қанағаттандырмаған жағдайда. Қаулы 2026 жылғы 9 қаңтар Қызылорда қаласы. Қызылорда қаласы номер 2 сот судьясы Жакеева, сот отырысын хатшысы Жетпісбайұлы, жеке айыптаушы Баймағамбетов, жеке айыптаушының өкілі Абишев, сотталушылар Қасымбай, Бостанов, адвокат қорғаушысы Ибрагимованың қатысуларымен Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 147 бабы 2 бөлігінің жеке айыптау бойынша сотталушылар Қасымбай және Бостановтың қылмыстық ісі бойынша жеке айыптаушы Баймағамбеттің судья Сайдуллаевқа білдірген қарсылығын қарап
Жеке айыптаушы Баймағамбетов бас сотталғанда сотталушылар Қасымбай және Бостановтың қылмыстық ісі бойынша судья Сайдуллаевқа мүдделілік танытып отыр деп қарсылық жарияланған. Яғни қарсылықтың мәні бойынша Сайдуллаев қылмыстық процесстік кодексінің 87 бабы 1 бөлігінің талаптарын бұза отырып сот басталғанға дейінгі қылмыстық процесстік кодексінің 409 бабының және 65 бабының нормаларын сақтамай өрескел бұзғандығын, яғни төрағалық етушінің тарапынан қылмыстық процесстік кодексінің 409 бабының 4 бөлігіне сәйкес жеке айыптаушының біреуіне құқықтары түсіндірілмей қолхат алынбағандығын көрсете отырып тараптардың қай жағынан ұсыныс түседі деп ойлайды деуге толық негіз бар екендігін, алдағы уақытта заңды шешім шығармайтыны туралы көрсеткен. Қылмыстық процесстік кодексінің 87 бабы 1 бөлігінің 6 тармағына сәйкес, егер судья осы іске жеке тікелей немесе жанама түрде мүдделі деп санауға негіз болатын өзге де мән-жайлар болса, істі қарауға қатыса алмайды деп көрсетілген. Жеке айыптаушы Баймағамбетов өзіне және оның заңды өкілі Абишев өздерінің пікірін білдіре отырып, төрағалық етуші Сайдуллаевтың қылмыстық процесстік кодексінің нормаларын сақтамағанын назарға алып, соған мән беруді және уәждеуді сұрайтындығын көрсетті. Жеке айыптаушылардың қорғаушысы Ибрагимова және жеке айыптаушылар Қасымбай мен Бостанов соттың құзырына қалдыратындығын көрсетті. Қылмыстық процесстік кодексінің 426 бабының 1 бөлігіне сәйкес бірінші саты сотының қабылдаған сот үкімін, сот қаулысының заңдылығын, негізділігін, әділдігін толық көлемде тексереді және егер бұл ретте сотталғанның жағдайын нашарламаса, оларға шағымда прокурордың өтініш хаты көрсетілмеген негіздер бойынша өзгерістер енгізуге құқылы деп көрсетілген. Бірінші саты сотының қабылдаған шешімдерінің заңдылығын, негізділігін, әділдігін толық көлемде тексеру құзыры апелляциялық саты құзырына берілген. Сондықтан судьяға қарсылық білдірудің Қазақстан Республикасы қылмыстық процесстік кодексінің 87 бабында көзделген негіздер жоқ деп санайды. Судья Сайдуллаевтың істі шешілуіне мүдделі деп білдірілген қарсылығы негізсіз болып табылады. Жеке айыптаушы Баймағамбетовтың судья Сайдуллаевқа білдірген қарсылығы қанағаттандырусыз қалдыруға жатады. Қылмыстық процесстік кодексінің 87 бабының 1 бөлігінің 6 тармағына сәйкес 344 баптарын талаптарын басшылық қалып сот қаулы етті. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 147 бабының 2 бөлігімен жеке айыптаушылар Қасымбай және Бостановтың қылмыстық ісі бойынша төрағалық етуші судья Сайдуллаевқа жеке айыптаушы Баймағамбетовтың білдірген қарсылығы қанағаттандырусыз қалдырылсын. Қарсылық білдіруді қабылдамай тастау немесе қанағаттандыру туралы қаулы шағым жасалуға өтініш хат келтірілуге жатпайды. Қаулыға келіспеушілік туралы дәлелдер апелляциялық, кассациялық шағымға немесе қадағалау шағымына енгізілуі мүмкін екенді көрсетілген. Судья Жакеева. Так, өз Баймағамбетова. Мен сол үшін қылмыстық процесстік кодексінің 426 бабының талабын сізге жаңа түсіндіріп өттім мына қаулыда. Мен енді мүмкіндік берсеңіз, жариялаған қаулыны түсіндірме беруге мүмкіндік беріңіз. Сіз менің жариялаған қаулымды түсіндіруге мүмкіндік беріңіз, иә? Баймағамбетов, сіздің келтірілген жеке айыптауыңызда өзіңіз жаңа келтіргенсіз 409 баптың. Енді мен әлі бастаған жоқпын, тұра тұрсаңызшы енді. Мен түсіндірейін, сосын түсінбеген жағдайда сұрағыңызды қойыңыз. Міне қараңыз, қылмыстық процесстік кодексінің 426 бабының 1 бөлігінде бірінші сатының қабылданған қандай да бір шешімдеріне, қандай да бір заң нормалары сақталмағандығы жөнінде оған тек апелляциялық саты ғана баға береді. Тек апелляциялық сатының құзырына ғана кіреді. Қазіргі таңда мен судья Жакеева, яғни только қарсылық білдіру мәтінін ғана қарап отырмын. Мен судья Сайдуллаевтың қарап отырған заң нормаларын бұзғанына баға беруге тиісті емеспін. Мен баға беруші құзыр жатпайды маған. Қарсылық судьяға білдіру, яғни судьяның қабылданған шешіміне баға беру емес. Мен сізге түсіндірдім. Егер келіспеген жағдайда, қандай жағдайда әрі қарай шағымданатындығыңызды да түсіндіріп отырмын. Сіз мені түсініп отырсыз ба? Мен мерзімді бұзды, бұзбады деп мен баға беруге менің құзырыма кірмейді. Қарсылықтың мәтіні 87 баптың талабына сәйкес келмейді, яғни сіздің мүдделі деп пайымдауыңызға негіз жоқ деп мен беріп отырмын.
Егер келіспеген жағдайда, қай жағдайда мен сізге апелляциялық шағым келтіруге мүмкіндігіңіз бар екендігін қосымша тағы түсіндіріп отырмын. Аудио жазбаны хатшыдан аласыз. Мына жерде онлайн қатысқаныңыз барлығы мәлімделген. Хаттамамен танысуға ешкімге запрет жоқ. Хаттаманы алуға барлығының құқығы бар. Сот отырысын жабық деп жариялаймын. Қай күні қаралатыны судья төрағалық етуші өздері хабарлайды. Сіз бәрі 7 күнді келтірмедіңіз ғой.